Төртінші есеп. Екі құбыр бірге хауызды 2,4 сағатта толтырады. Егер бірінші құбыр жалғыз өзі хауызды 6 сағатта толтырса, сонда екінші құбыр жалғыз өзі хауыздың жартысын неше сағатта толтырады дейді. Ендеше біз былай жазайық. Бірінші құбырдың толтыру уақыты ол 6 сағат. Ал екеуінің бірге толтырған уақыты ол 2,4 сағат. Біз екінші құбырдың толтыратын уақытын білмейміз. Біз бұл есепті өнімділік арқылы шығарайық. Егер бірінші құбыр барлық хауызды 6 сағатта толтырса, және біз хауызды, жұмысты 1/1 бөлік деп алсақ, онда оның толтыру жылдамдығы 1/6 болады. Яғни 1 сағатта хауыздың 6-дан 1 бөлігін толтырады. Ал екеуінің бірігіп толтыру жылдамдығы ол 1/2,4 бөлігі. 1 сағатта. Енді біз мынау бөлшекті дұрыстап жазып алайық. 1/2,4 ол дегеніміз 1/10-24, 1 көбейтілген 24-тен 10, сонда көбейткенде 12-ден 5 деуге болады. Демек, екеуінің бірігіп толтыру жылдамдығы 1 сағатына 12-ден 5 бөлік. Ал екеуінің бірігіп толтыруы дегеніміз ол екеуінің жылдамдығын қосамыз. Мынау міне. Бірінші құбырдың жылдамдығы, толтыру жылдамдығы, ал екінші құбырдың толтыру жылдамдығын білмейміз. Бірақ біз оны екеуінің бірігіп толтырған жылдамдығынан бірінші құбырдың жылдамдығын азайту арқылы тауып ала аламыз. Екеуінің ортақ бөлімі 12 болады. Мұнда ортақ бөлім толықтауыш көбейткіш 2 беріледі. 5-тен 2-ні азайтамыз. 12-ден 3 болады. Оны қысқартсақ 4-тен 1 болады. Демек, екінші құбырдың хауызды толтыру жылдамдығы 4-тен 1 бөлігі сағатына. Енді бізге айтады, екінші құбыр жалғыз өзі хауыздың жартысын неше сағатта толтырады. Егер ол 1 сағатта хауыздың 4-тен 1 бөлігін толтырса, және біз хауызды 1 деп алсақ, яғни былай болсын. Міне мынау біздің хауызымыз. Біз оны бір жұмыс деп белгілейік. Жұмысымыз осын толтыру керек, соны жұмыс деп алайық. Ол А. Ол В көбейтілген Т деген формуламен анықталады. Осы хауызға екі жағынан құбыр арқылы су құйылып жатыр делік. Енді қараңыздар. Егер бірінші құбыр хауыздың 4-тен 1 бөлігін 1 сағатта толтырса, яғни оның жылдамдығы бар, және жұмысты біз 1 деп белгіледік, онда біз уақытты таба аламыз. Уақытты табу үшін біз А-ны В-ға бөлеміз, жұмысты жылдамдыққа бөлеміз. Демек, жұмысымызды біз 1/2 деп белгіледік, ал жылдамдығымыз 4-тен 1-ге тең. Ол Т2. Демек, 1 көбейтілген 1-ден 4, ол 4 сағат. Демек, екінші құбыр хауызды 4 сағатта толтырады. Толық хауызды. Ал бізге айтады, хауыздың жартысын неше сағатта толтырады дейді. Ендеше ол хауыздың жартысын 2 сағатта толтырады. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.